левой прямой. Тоқтатта осы. Екінші рет істеді ма? Екінші рет. Тайсындық вообще дұрыс болмады, молдаға. Обал болды Тайсонға. Ой, вообще дұрыс емес, құлағын тістеп алған нес? Ой, тістеп алғанда бокс тісіне сөз қарасы Холифорд ойын беріп атқан жоқ қой. Ана канаттан мына канатқа, мына канаттан ана канатқа құшақтап жүр ғой. Қай қанат? Канат дейм, ана рингтің сыртын несі, арқан. Бокспен ұту керек та адам, тістеп алып болмайды ғой. Бокспен ұтқанда қарасы, ана кімнің физикасы тамақты баспен кіріп атыр. Ана құшақтап атыр. Ана Джонкаға көрсетіңізші, маған емес. Одан кейін ол ана Холифордтың ударларын қарасай, ауызбен ақ айта беріңізші, көріп отырып қой. Қайтып ауызбен айтам ба, қолмен көрсететін нәрсені. Пақыры көрсете беріңізші. Ой, тұрсын ғой, саған көрсете салайын да, не болып сонша? Сен ана Холифордке ұқсайсың ғой, дөйсің ғой. Ана Сен Холифордтың несін көрдің ба? Перчатка. Өтірік тимей қалған сияқты қылып жатыр. Мен повторда да көрсетіп жатыр. Өтірік тимей қалған сияқты, шынтақтары кіріп жатыр ғой. Нелерінен шынтақтары айта беріңізші ауызбен. Ой, көрсетіп жатыр ме? Холифорд. Көрдік қой. Ол деген бәрібір ше қарасаңшы. Обал болды Тайсон. Қарасаңшы бәрі баяғы Тайсон жоқ. Қандай болды? Тайсон 90-ға дейін болды ғой, Тайсон 90-шы жылдарға дейін ұрды ғой. Ол кезде ол тек боксқа шықты. 95-тен бері қарай тек қана ақшаға шығып отыр ғой. Тек қана ақша. Бизнес болып кетті, ақшаға бола шығып отқан көрінді. Обал болды Тайсонды бұндай мынандай состояниеде көргім келмейді Тайсон. Тек жеңгенін көргім келеді. Үстіп құртады ғой, ақша деген біраз адам. Жаттым. көрейік та соңына дейін. Ана сөйлейді ғой газ. Бақыр ма? Жаман көп қосыр пақыр. Жаман көп. Көп, ана бұрыштардың бәрін көрдің ба? Алдыңғы аптадан көп жаман. Молдаға, бір жаңалығым болып тұр. Не болды өкпең аузынан шығып кетейін деп тұр? Қаныңды қинамай келсей не болды? Айтайын ба жаңалығымда? Айтшы, не қылды? Осы жерді айта берейін ба? Енді қай жерді айтасың? Сәл тыныштау жерге жүрсеңіздерші кет. Кафеге отырғызайын онда жүр ана қалаға бар. Сөйтекші бұл. Бейшара, қойшы болды, айтшы болды. Шынымен айтамын. Не болды, айтшы. Мейрамшал құлапты. Осы түсінбейм бар ғой, Мейрамшал құлаған бірден осы естейді екен де, сен құлап жүрген жоқсың ба соны? Көке, үй жақын мен ғой, көрші ақысы таңырақсы деген бар, кіріп хатқа барын біліп тұрам да, оның ішінде сол үйдегі апам тамақтары зор да. Сен сол апам тамағына бола барасың, сол көкем жағдайын сұрап барасың. Қағайдағын айтпай. Онда бетек пағыр, екеуміз Мейрамшалға барайық. Сен қал осы жерде. Базар тарқағанша, ой, шыға берісте тұрасың бағыны, жеке-жеке сиырларды қарап отыр, таныс сиыр көрсең, бірден айт бізге. Мен онша сиыр танымайтын емші? Танымасаң, танысасың сөз жерде, сиырлармен жеке-жеке танысасың. Жарай ма? Кеттік қама, осы базарда бар, кеттік бақыр. Ақсақал? Қайс? Түріңе не болған сенің? Баяғыдан осындайға тұр ата. Жақыннан көрмеппін бе? Түріне болғанда алаңдап шамалын асығып кетті ғой, нашарлап жатыр, құлақ қалып деді ғой. Олай-бұлай болып кетті ме тағы ақсақал тірлікті ортасына келгенде. Ауырып қалдым. Жатып кішкене қан жүрсін деп шықтым. Дұрыс. Бұрында тек құлататын еді. Қазір құлақ қалдық қой. Өзіңізге өтіп кетіп жатыр ма қазір? Құдайға шүкір, нокаут болып қалмапсыз әйтеуір. Ой, намыстан 7 секундта атып тұрдық қой, нокдаунмен. Апаң өз рефери болып уақыт санап отыр. Бүйтіп қалды. Ата құлағын тістеп алмадыңыз ба? Апаңның ба? Жоқ, Холифордтың да. Атыс бітсеңіз, жаңа ауданға барып тіркеліп қойыңыз. Жас емессіз. Барып бір тексеріліп қойыңыз ауданға. Болмаса ауданда әкеп тексертеміз ба? Айтпақшы анау қағаздар түгел емес қой алып келген. Ішінде 20-25 қана гектардың қағазы тұр. Түгел емес дейсіз ба? Иә. Осы складтағы барлық қағаздарды алған сияқты еді ғой, ошонда қағаз жоқ ол жерде басқа. Қалғандары жақып та келмеген, қағаздың бәрі. Жақып та болса оған қайтып аламыз, бермейді ғой.
Ожағын өзім сөйлесем мен. Bir нәрсе. Өзім сөйлесем де бәрін апама қалдырып кеткеніңіз әйтеуір. Қорқып қалдық қой. Жел тұрса болды, құлап қала беретін болдыңыз ғой. Шөптің басы құсап. Жасын келгенде көресің. Жел тұрмаса жел тұрмас қимылдамайды деген мақалдан әке бар. Иә? Дальний әк білім ғой, алыста. Осы екеуін әкелдің ба? Осы екеуі ғой қазір сатылады. Мынау зор еттен тұра беру керек еді ғой енді балаша. Бұларды қойш. Бекзат естісің ба? Үйленейін деп жатыр екен ғой. Қойш. Кім айтты оны? Көзі жүр ғой базарда. Жаңа көріп қалдым. Ой, ол 5-ші рет әкеліп жатыр, 5-ші рет ба? О, 5-ші рет тұрып жатыр ау. Барасың ба? Бос жолғысы пропускать етем. Үйленбей жүрген Бекзатты. Расты? Қадырасы. Не жүрсің өзің? Молдекен базар тарағанша жүр деді ғой. Неге? Анау таныс сиырларды көр, анау өзіміздің сиырларды жоғалған. Онда мен саған бір нәрсе айтайын. Бірақ менен күдіктеніп жүрмесең. Қазір сиырларды біздің базарға әкелмейтін болған ұрылар. Ұрыларды ақымақ емес қой қазір. Ақымақ. Өзіміздің базарға әкеліп сататын да. Дәңгелді. Не отыр бағасы? 50. 50? Ha? O 50. 50 deydi, 50. 35. Ha, cümeş mi? Men kemes. 35 oldu. Evet, ne açı men kemes. Burada 10 kemes 10. Ne vat, kançaga vat? 35 mi? 38 ge bere. 35. Bere 38. 35. Bere 38. Tamam. Bere 38. Негіз молдаға бар ғой. Ата бабам дұрыс айтып кеткен ғой. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деп ше. Оны шошқаларға айтпаған ғой, қасқырларға айтпаған ғой. Қош бақыр. Үнем осындайсың сен. Жемеген самсама ақша төлеп жатырмын да молдаға. Сен әңгімелерің бәрі ана жеумен, асқазанмен бұрып алып келеді екен да. Не жатыр еді айтшы. Енді молдаға өзіңіз білесіз ғой. Осы ауылдың сиырларын бағам мен. Шөп десе шөбін берем, су десе суын берем. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп жатыр қой. Келеді барлығы осы ауылдың сиырларын сен ұрладың деп маған жала жабады. Енді Қасым, енді сонша сиырды бағып жүрген сен, малшы сен. Енді күмән болады енді. Бұл көпшілікті жазғыра берудің де қажеті жоқ оған. Сабыр қылу керек, Аллаға сенген. Ақиқат қашанда болса жеңіп шығады. Жұрттың бәрі сіз сияқты ойласа мейлі ғой молдаға. Енді осындай жағдайдан кейін қазір тәбеттің де мазасы қашты. Ас батпайды қазір. Еш нәрсе жемей жүрмін. Нәр татпай жүрмін қазір. Уайымдап, нәр татпай жүрген адам түрі емес қой мынау. Мен ілмейіп қалған ба деп тұрмын бірақ. Уайымдамаса жарылып өлейін деп тұр. Уайымдап жүру керек саған негіз. Уайымдап, осы тепе-теңдікті сақтап жүру керек. Жайбырақат өмір сүретін болсам да ошы. Ой, сендерді де бір. Қарса артынан. Куб қой, куб. Бір өзі көп болып кетіп жатыр ма? Жақсы жігіт Қасым. Нан әлі ыстық апа. Қойыңызшы кәрі көрінем ба? Әсел, қалайсың? Байқамай қаптың ғой? Байқамағаныңыздың бәрі апама сізге? Енді ата десем шілей болып кетеді ғой. Қаншадан берейін? 3 маған беріңіз. Нан жағуды үйретіңізші маған да. Ертең келін болғанда керек. Құдай қаласа, сол келін болған кезінде үйретем. Егер басқа үйге келін болсамшы, келіп үйретіп кетесіз ба? Мысқылдап тұрсың ба? Тек өз келіншегіңіз болса ғана үйретеді екенсіз. Өз басын ғана ойлайтын наубайшы екенсіз. Әсел есінде болсын. Мен біреудің таңдарынан нан жапқан жеп көрем. Ас болсын. Ата-ана талқын не үшін егіп жатыр? Жапырақтарын сиырда жеп жүрсің ба? Жапырақтарын сиырлар да жейді. Бірақ
Қазір сен бұл дөп үлкен тал болып өскенге дейін жапырақ бұны сиырларға жегізбе, жарайды ма? Жарайды. Қойдарға ше? Қойларға да жегізбе. Ешкіге ше? Ешкіге де жегізбе. Бірінші ол үлкен болып өссін, дәу болып өссін. Өскеннен кейін барып жапырағын бересің. Қойға да сиыр да жейді жапырағын. Бірақ бұл талды, балам, талды ол қойлар жесін, сиырлар жесін деп егіп жатқан жоқпыз. Сонда бұл талды ертең жақсы емес, ауылда осындай талдар көп болса, үлкен болса, оның көлеңкесіне біз отырамыз. Төбесіне құстар ұя салады. Жапырақтарын жаңа сиырын, қойларын, жаңа ешкілерін жейді жапырақтарын. Төбесінде құстар, шымшықтар келеді, көп шымшықтар келеді басқа жақтан. Тал көп болса, торғайлар, шымшықтар келеді басқа жақтан. Сол торғай шымшықтарымен бірге ауылға ырыс береке құт келеді. Балам, өзіңнің ауылыңды қатты жақсы көрмақ ма? Барлығын ауылыңды. Одан кейін ауылыңның адамдарына мейірімді бол. Ауылыңның суына да, тасына да адал бол. Өзіңнің ауылыңды, еліңді сүйгің келсе, сен өз ауылыңды кәдімгі қатты жақсы көр. Әділеттің ауылысы? Әділеттің ауылын да жақсы көр. Майсамның? Оның да ауылын жақсы көр. Насырдың ше? Оның да ауылын қатты жақсы көр. Ең бастысы, сен өз ауылыңды өте қатты жақсы көр. Ал өзге ауылды өз ауылыңдай жақсы көр. Келістік па? Келістік. Келістік. Ұста. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Бауыржан деген кім? Мен. Сен ба ауылдың иттерін құтын қашырып жүрген? Не істеппін мен? Не істеп жүрген? Жазып жүрмейді жарме саған? Онда неге келдіңдер? Қалай ойлайсың? Мен не ойласам соны жасайсыңдар ма не? Бауырым, сендерге талапты мына жерде біз қояйық. Не деген келіп тұр сен соны? Жеңістің итін соғып көттіңдер ғой. Сонда итке бола келіп тұрсыңдар ма сендер? Маған аяқ қолын сындыр бегіш машина айдамайтындай қылып қояйын ба? Сындырып басты. Мен сендердің бәрін білем. Ағаларымды да таним. Осындермен мені қырқысып, сөз таластырып жүрген жоқпын. Сен балаң бар ма? Не істейсің ол? Бар ма, айтсай? Бар. Бар. Сен балаң бар ма? Бар. Балаң бар. Сен де балаң бар. Кешке ойнайды, көшеге шығып. Сол иттің орнында ит емес, сен балаң өз балаң болса не істейсің? Ондай болғанда жоқ қой. Солай болса не істейсің? Өзіміз балдармен жүргенбіз біз. Тағыр. Балай, балдар. Мен сендермен төбелесуге, болмаса сөз саластырып, бүйтіп қырылысуға деген жоқ. Маған ондай дұшпанның керегі жоқ. Маған дос керек. 100-ден асырып айтатын ауылдың сендерге трасса ма? Сен ауылды сыйласаңдар, өздерін сыйламасаңдар да. Іштіңдер ма? Рөлге отырмаңдар. Бірақ ішпеуге тырысыңдар да, жарай ма? Оянған соң мынағанды айтып бәрі. Біреулерді араға салып, тірлікті састып жүрмеңдер. Керек емес. 7:30-дарда оянат примерно. Келініңіз кетті Молдеке. Келініңіз кетті. Сенсіз өмірді мүлде ойлай да алмаймын. Жүрегімнің әні сен едің. Сенсіз жаным жабырқап қалған жандаймын. Тыным бермей қойды неге мұң. Жапырақтар түсіп жатыр жауап жер бетін. Үмітімдей кейде үзілген. Көз алдымнан кетпей қойды сенің келбетің. Бақытымды көрдім жүзіңнен.